Дәрігерлер айта бермейтін мұрын бітелуінің 3 себебі. Бірінші себеп – мұрын микробиумның бұзылуы. Біздің мұрнымыз көптеген микроорганизмдердің үйі болып табылады. Олар шырышты қабықтың тепе-теңдігін сақтайды. Антибиотиктерді немесе агрессивті мұрын спрейлерін ұзақ қолдану осы тепе-теңдікті бұзып, созылмалы қабынуға келуі мүмкін. Сәйкесінше жергілікті тіндер ісінеді. Екінші себеп – гормоналды өзгерістер. Әсіресе әйелдерде менструалдық цикл, жүктілік немесе гормоналды препараттарды қолдану кезінде мұрын шырышы ісініп, тыныс алу қиындайды. Нәтижесінде мұрын бітеледі. Үшінші себеп – белгілері байқала бермейтін аллергиялық ринит. Кейде аллергия өте нәзік түрде жүреді. Күнделікті ортадағы аз мөлшердегі аллергендер шырышты қабықты қабынуға ұшырата отырып, мұрынның баяу түрде бітеле беруіне алып келеді. Егер сізді мұрын бітелу ұзақ уақыт мазаласа, нақты диагнозбен тиімді ем алу үшін кәсіби мамандарға жүгініңіз.